Армысыздар ағайын, эфирде сұхбат хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Біздің бүгінгі хабарымыздың қонағы Болашақ халықаралық бағдарламалар орталығының басқарма төрағасы Әнуар Жанғозин. Әнуар мырза, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, саламатсыздар ма? Енді біз бүгін мына Болашақ бағдарламасындағы өзгерістер туралы әңгіме қозғасақ, жыл басында мемлекет басшысы Болашақ бағдарламасын қайта бағдарлау туралы тапсырма берді. Осы уақыт аралығында бағдарламаға қандай өзгерістер енгізілді? Жалпы болашақ бағдарламасы 30 жылға жуық жүзеге асырылып келе жатыр. Осы мерзім ішінде бағдарлама арқылы 11 мыңнан астам маман дайындықтан өтті. Дегенмен бітірушілердің арасында инженерлік және техникалық мамандықтар бойынша түлектердің саны 40%-ға жетпейді. Басым көпшілігі гуманитарлық және әлеуметтік мамандықтар бойынша оқып келді. Бұл негізгі түсінікті, себебі мемлекетімізде тәуелсіздік алғаннан бері көптеген өзгерістер енгізілді. Мысалы үшін біз нарықтық экономикаға көштік. Заңнамалық тұрғыдан қаншама өзгерістер енгізілді. Мемлекеттік басқару жаңадан құрылған жүйесі бізде пайда болды. Сондықтан осы бүкіл жұмысты жүргізу үшін кадрлар керек болған. Сол себепті болашақ бағдарламасы қажетті кадрларды даярлап, мемлекетіміздің дамуына сүбелі үлес қосты деп айтуға толық негіз бар. Дегенмен бүгінгі таңда әрине экономиканы инженерия саласына, инженерия бағытына тиімділігін арттыру үшін бет бұру керек. Сол туралы мемлекет басшысы жылдың басында атап өтті және болашақ бағдарламасын қайта бағдарлау туралы тапсырма берілді. Бұл бағытта біз қазіргі уақытта тиісті жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Біріншіден, инженерлік техникалық мамандықтарға бөлінетін гранттардың саны ұлғайтылды. Яғни, егер бұрын 36% болса, қазір 60%-ға дейін тек қана техникалық және инженерия мамандарға бөлінеді гранттар. Екіншіден, осы бізде болашақ бағдарламасы бойынша басым мамандықтардың тізімі бар. Бұл тізім бойынша ғана болашақ бағдарламасы арқылы университетке түсіп оқуға баруға болады. Сол тізімге біз биыл 40 жаңа мамандықтарды енгіздік. Бұл көбінесе техникалық және инженерия мамандықтар. Мысалы үшін авиация, аэроғарыштық техника, үлкен деректерді талдау, big data дейміз. Басқа да осындай мамандықтарды енгіздік. Және үшіншіден, бізде университеттердің тізімі де бар. Себебі тек қана әйгілі үздік университеттерді таңдап, болашақ бағдарламасы арқылы сол университеттерге оқуға баруға болады. Сол тізімге біз биыл 23 жаңа инженерия және техникалық университеттерді енгіздік. Бұл көбінесе Европада орналасқан университет. Сондықтан біз осылайша географияны да кеңейтіп, біздің үміткерлерімізге, стипендианттарымызға осындай мүмкіндік беріп отырмыз. Жалпы осындай негізгі өзгерістер осы мемлекет басшысының қойылған тапсырмасына сәйкес. Жақсы. Енді мына жаңа инженерлік техникалық қызметкерлер болашақ бағдарламасымен түскен кезде қандай артықшылықтарға ие болады? Осыған да тоқталсаңыз. Қазір бізде жалпы ережелерде бекітілген жеңілдігі бар санаты. Сол санатқа қазіргі уақытта ауылда тұратын, жұмыс істейтін мамандар енгізілді. Бірақ соған қоса біз алдағы уақытта инженерлік техникалық мамандарды да қосамыз осы жеңілдігі бар санатқа. Бұл қандай мүмкіндіктерді береді? Қандай жеңілдіктер болады? Енді қазіргі уақытта ережелерге сәйкес біріншіден үміткер университетке түсіп, сол университеттің шақыруымен бізге келіп конкурсқа қатысады, болашақ бағдарламасының конкурсына. Өзіңіз білетіндей, көптеген жағдайда инженерия саласының мамандардың шет тілдің деңгейі жеткілікті емес.
сондықтан олар өз бетімен университетке түсе алмайды. Иә, қиындау болады. Иә, қиындау болады. Сондықтан оларға біз осы жеңілдігі бар санатқа енгізгеннен кейін біз олар біріншіден біздің іріктеуге қатысады, іріктеуден сәтті өткеннен кейін оларға арнайы 12 айға дейінгі тілдік курстар ұйымдастырылады. Ол осы елімізде бола ма? 9 айға дейін елімізде, 3 айға дейін шетелде. Сол баратын оқу орнының маңында ма? Иә, солай да болуы мүмкін басқа да елде. Бірақ ең негізі сол курстардан кейін жеткілікті деңгейде тіл меңгергеннен кейін олар университетке түседі және содан кейін оқуға барады. Осындай мүмкіндік біз қазір енгізіп отырмыз ережелерге, және де біздің ұсынысымыз бойынша инженерия техника мамандарға қоса медицина саласының мамандарға осындай мүмкіндік де қарастырылатын болады. Яғни олар да біз үшін өте маңызды, оларды дамыту. Себебі біз байқап отырмыз, біздің жақында ғана біздің бір стипендиатымыз Оксфорд университетіне эмбриология бойынша түсті, PhD бағдарламасы бойынша. Ол меніңше өте сирек және өте жоғары деңгейдегі университетке. Сондықтан осы бағыт бойынша да жұмысты жалғастырамыз. Аталған бүкіл өзгерістер біз осы жылдың аяғына дейін енгіземіз. Сондықтан келесі жылдан бастап олар күшіне еніп, біз осы іріктеуді жаңа ережелердің негізінде бастаймыз. Жақсы, сонда енді осы конкурстық іріктеулер қалай өтеді? Жалпы іріктеуге байланысты біздің ең негізгі принциптер бұл әрине адалдық және тиімділік. Тиімділік туралы айтатын болсақ, біз жақында ғана конкурстың кезеңдерінің саны 6-дан 3-ке дейін қысқартылды. Бұл біріншіден үміткерлерге ыңғайлы жағдай жасау үшін, және екіншіден әрине бюджет жағынан бұл әлде қайда тиімді. Жалпы конкурсқа қатысу үшін үміткерлер кез келген аймақтан онлайн түрде өтінімді егов портал арқылы жібере алады. Конкурс 3 кезеңнен тұрса, бірінші және екінші кезең толықтай автоматтандырылған онлайн өтеді. Бірінші кезең бойынша кешенді тестілеу. Бұл тестілеуде академиялық адалдықты сақтау үшін прокторинг жүйесімен қамтылған міндетті түрде бейне жазба жүргізіледі. Ал екінші кезеңде дербес сарапшылық комиссияның мүшелерімен әңгімелесу өтеді. Бұл әңгімелесу барысында сарапшылар еңбек тәжірибесі туралы осы таңдаған мамандығы бойынша сұрақтар қою мүмкін. Және үшінші кезеңде үміткерлердің тізімін біз республикалық комиссияның отырысына шығарамыз, және осы комиссия қорытынды шешім қабылдайды. Жалпы ең осындай маңызды айтарлық жайт осы іріктеу туралы. Іріктеуге жыл сайын қатысуға болады, ешқандай шектеулер жоқ. Сондықтан егер кейбір жағдайға байланысты өтпесе, келесі жыл тағы қатысуға болады. Ешқандай шектеулер жоқ. Жақсы. Енді мына болашақ стипендиаттар үшін тағы да қандай мүмкіндіктер пайда болды? Негізі екі мүмкіндік қазір біз енгізіп отырмыз ережелерге. Бірінші ол қоса қаржыландыруға байланысты. Бұл дегеніміз, егер стипендиатта 100% академиялық оқуға байланысты шығындарды қамтитын мүмкін компаниядан, университеттен, басқа демеушіден көмек болса, қаржылай көмек болса, онда қалған шығындарды мемлекет қамтиды. И осындай стипендиаттардың еңбекпен өтеу мерзімі 1 жылға қысқартылады. Қазіргі уақытта ережелер бойынша, егер бұл республикалық деңгейдегі қалалар болса, еңбекпен өтеу мерзімі 5 жыл, қалған өңірлерде 3 жыл. Сондықтан қоса қаржыландыру болса, онда 4 және 2 жылға дейін қысқартылады еңбекпен өтеу мерзімі. Екінші маңызды өзгеріс бұл жақында ғана біздің президентіміз Америкаға барып, сол жерде ең үздік америкалық компанияда жұмыс істейтін қазақстандықтармен кездесті. Сондықтан біздің мамандықтарға, отандық мамандықтарға
сұраныс көбейіп келе жатыр. Әрине. Біз оны көріп отырмыз. Иә, иә, иә. Сонымен қатар болашақ бағдарламасы арқылы оқып жатқан стипендианттарға да кейде Google секілді, Microsoft секілді компаниядан жұмысқа тұру бойынша ұсыныстар келіп тұр. Бірақ қолданыстағы ережелер бойынша олар оқудан кейін бірден Қазақстанға оралу керек. Тағылымдап өткізу керек. Сондықтан осындай келіп түссе, осындай ұсыныс, олар бас тартуға мәжбүр. Енді біз өзгеріс енгізіп отырмыз ережелерде. Егер бұл әйгілі бір компания болса, рейтинг Global Fortune деген рейтингі бар, ең үздік компаниялардың. Сол рейтингке кіретін болса, онда сол компанияда 12 айға дейін жұмыс істеуге мүмкіндік қарастырылатын болады. Бұл әрине біз 12 айдан бастаймыз. Егер бәрі дұрыс болса, онда ары қарай мүмкін осы мерзімді ұзартамыз ары қарай болашақта. Сонда тағылымдаманы сол компанияда жүріп өте берсе, сол есептелетін болады ғой? Иә. Бұл енді жалғыз IT технологиясы емес, сонымен қатар басқа да салалар бар ғой? Жақсы университет. Себебі Global Fortune'ға кіретін компаниялар арасында ол IT, мұнай компаниялар, қаржы саласында, технология саласындағы мысалдар бол, коммуникация саласында, ақпарат саласында да болуы мүмкін. Кез келген компанияда осындай үздік компанияға кірсе, онда тағылымдамасы ескерілетін болады. Бұл өте жақсы жаңалық екен, өйткені соңғы жылдары әсіресе болашақты бітірген жастар осы тағылымдама мәселесі өте ұзақ деген пікірді жиі айтып жүр. Сондықтан да бұл өте актуалды, өте жедел шешілген мәселе екен. Енді 2021 жылғы президент жолдауында мына ғалымдар үшін әлемнің жетекші оқу зерттеу орталықтарында жыл сайынғы тағылымдаманы ұйымдастыру тапсырма берілген болатын. Осы жоба қалай жүзеге асып жатыр? Жалпы әрине бұл біздің отандық ғылым саласын дамытуға арналған өте маңызды жоба. Біз былтыр оны жүзеге асыруға енгіздік, бастадық. 400-ден астам ғалым іріктелді. Олардың 100-ден астамы осы күнге дейін тағылымдамадан сәтті өтіп, өз жұмыс орындарына оралды. Және қалғандары әлі тағылымдамадан өтіп жатыр. Жалпы тағылымдамалар 24 мемлекеттің 150-ге жуық университет пен түрлі зерттеу ғылыми орталықтарында қазір ұйымдастырылуда. Сондықтан біз ары қарай осы жұмысты әрине жалғастырамыз. Дегенмен бір осындай үлкен өзгеріс, егер былтыр осы аталған ғалымдар болашақ бағдарламасының ережелеріне сәйкес іріктелсе, енді ғалымдарға арналған жаңа жеке ережелер болады. Қандай ережелер? Себебі біз бүкіл осы саланың, ғылым саласының ерекшеліктерін ескере отырып, біріншіден іріктеу процесін жақсартуға мақсатында осындай ережелер қазір бекітілуде. Ең басты қойылатын талап осы ғалымдарға ғылыми тағылымдамадан өту үшін ол біріншіден ғылыми дәрежесі, не болмаса кем дегенде магистр дәрежесі болуы. Және де соған қоса ғылыми мақалалардың бар болуы. Сондықтан осындай критерийлерге сәйкес келетін. Мақалалардың мысалы екі түрі бар ғой, отандық болуы мүмкін. Скопус та отандық. Бірақ отандық болса, бізде бақылау комитеті бар. Сол бақылау комитетімен бекітілген ғылыми басылымдарда болса, онда ол да есептеледі. Ол да есептеледі. Осында ең негізгі екі критерий болады. Біз ары қарай жалғастырамыз. Осы жаңа ережелер жақында бекітілетін болады. Сондықтан біз арнайы түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз осы жоба бойынша. Сонда жылына 500 адам тағылымдамадан өтіп жатыр ғой қазір. Осындай жоспарымыз бар. Қай жылға дейін бұл жоспарланған әзірге? 2025 жылға дейін. Жылға дейін жоспарланған. Жылына 500 адамнан жоба. Жақсы. Енді жалпы болашақтықтардың ең басты қасиеттері қандай? Енді меніңше бұл мотивация ең бастысы. Себебі өзіңіз есеп көрсеңіз,
әр үміткер біріншіден өзіне ұнайтын, өзінің қажеттілігіне сәйкес келетін университетті мамандық таңдау керек. Соған қаншама зерттеу жүргізеді. Содан кейін осы университетке түсу үшін халықаралық емтихандарды тапсырады. IELTS, TOEFL, GMAT секілді. Содан кейін университеттің қабылдау комиссиясына мотивациялық хат жазып, өтініш жібереді. Университеттер кейде қосымша іріктеу кезеңдерін өткізуі мүмкін. Сондықтан осы бүкіл кезеңдерден өткен үміткерлер университеттен шақыру хат алғаннан кейін біздің іріктеуге қатысады. Содан кейін біздің іріктеуден қатысқаннан кейін ғана сәтті өткеннен кейін болашақ стипендиясына тағайындалады. Сондықтан міне көріп отырғаныңыздай қаншама әрекет жасау керек, қаншама жұмыс істеу керек. Сондықтан мотивация болмаса, мен ойымша осындай әрекеттерді жасай алмайсың. Сондықтан Абайдың жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек деген жақсы өлең жолдары бар. Егер мотивация қайрат болмаса, онда біздің стипендиаттар осындай дәрежеде жетістіктерге жете алмайды. Сондықтан болашақ стипендиаттарына да, үміткерлеріне де осындай тән қасиет, ол өте жоғары мотивация менің ойымша. Жақсы. Әнуарымызда студиямызға келіп, келелі сұхбат бергеніңіз үшін сізге көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Рахмет. Осымен қадірменді ағайын, хабарымыз аяқталды. Сау болыңыздар.